Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін әдіс-тәсілдердің ерекше заманауи түрлерін бірге білетін боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға жазылып қойыңыздар. Ең бірінші әдіс сиқырлы банк әдісі. Мақсаты оқушының ойын анық жеткізу, білімін тексеру. Ережесі оқушыларға баночканы таратып, бүгінгі сабақтан не үйренгенін, сабақта жеткен жетістігін жазуды тапсырыңыз. Экранда көріп тұрғандарыңыздай мен баночканы раскраскасын оқушыларға бердім. Оқушылар оны сәндеп, бояп, бүгінгі сабақтан не түйді, не үйренді, соны жазып өткізді. Келесі шаттық шеңбер. Экранда көріп тұрғандарыңыздай 4 түрлі суретті дайындап шығарып алыңыздар. Жалпы ережесі оқушылар шеңберге тұрып, осы суреттердің біреуін таңдайды. Мысалы, күлкі бейнесін таңдаса, онда қасындағы оқушыға күлімдеп қарайды. Егер қол бейнесін таңдаса, қасындағы оқушыға қолын беріп амандасады. Егер жүрек суретін таңдаса, онда оқушы жанындағы оқушыны құшақтайды. Күн бейнесін таңдаса, қасындағы оқушыға ыстық ықыласын білдіреді. Тәтті құлпынай тәсілі. Мақсаты оқушылардың қызығушылығын арттыру. Ережесі оқушыларға құлпынайды таратып беріп, құлпынайдың ішіне түрлі тапсырмалар, жұмбақтар жаза аласыз. Карточка ретінде пайдалануға да болады. Экранда көріп тұрғандарыңыздай құлпынайдың раскраскасын шығарып бердім оқушыларға және ішіне тапсырма жаздым. Оқушылар үй тапсырмасы ретінде қолданып, осы құлпынайды әрлеп келді. Одан кейін құлпынайды гармошка ретінде дайындадық. Экрандағыдай осылай шықты. Егер осы құлпынайдың дайын түрі керек болса, комментарийға плюс тастап кетіңіздер, мен сіздерге жазатын боламын. 5 саусақ әдісі. Мақсаты оқушылардың жылдамдығын арттыру. Ережесі тақтада 5 саусақтың көк және жасыл түсі ілініп тұрады. Бір оқушы тақтаға шығады. Мұғалім тақырып бойынша сұрақ қояды. Егер сұрақтың жауабы дұрыс болса, жасыл 5 саусаққа қолын қояды. Егер жауабы бұрыс болса, көк түсті 5 саусаққа қолын қояды. Осылай оқушылардың дайындығын қысқа мерзімде тексеруге болады. Лотерея тәсілі. Мақсаты сабаққа деген оқушылардың ынта-жігерін арттыру. Ережесі сабақта берілген әрбір тапсырманы қатесіз, ұқыпты, сауатты, толық орындаған оқушыға нөмірі бар билет беріп отырасыз. Бір жұбы уақытына 1 күн қалғанда немесе 2 күн қалғанда билетті ұтысқа айналдырасыз. Ұтыстарға оқушыға керек қалам, блокнот, сызғы сияқты құралдар және бір жұбыға плюс 1 балл, досымнан көмек, 2 күн үй тапсырмасынан босату, мұғалімнен қолдау сияқты ұтыстар болады. Билет мүлдем алмаған оқушылар келесі ойында тапсырмаларды орындауға тырысады. Бауырсақ әдісі. Мақсаты оқушылардың қызығушылығын арттыру, белсенділігін дамыту. Ережесі дайын бауырсақтарды қиып алып, артына сұрақ немесе тапсырма жаза аласыз. Оқушыларға үй тапсырмасына карточка ретінде де беруге әбден болады. Назарларыңызға рахмет. Алда тағы қызықты әдіс-тәсілдер шығатын болады, сондықтан топқа жазылуды, яғни каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.